Кім ойлаған мұндай заман болады деп, 30 жыл ойрандады тонады кеп. Кім ойлаған министр мінген Волга жүк тасығыш көлік болып қалады деп. Кім ойлаған көршің сүт сатады деп, су сүт сатып күнәға батады деп. Кім ойлаған мектепте оқушылар бірін-бірі пышақтап атады деп. Кім ойлаған модаға жыртық киеді деп, дәретханаға ақша төлеп сиеді деп. Кім ойлаған, о тәңірім өзің сақта, еркекке еркек қатын боп тиеді деп. Кім ойлаған мал қиы пұл болады деп, топырақ қи сатып қалта толады деп. Кім ойлаған күнкөріске адамдарың мұхит асып шетте құл болады деп. Бұрындары мұндай пәле жоқ болатын, ел жұрттың қарындары тоқ болатын. Баспасына машина болмаса да, көңілі тоқ, киімі көк болатын. Не болса да халқымыз аман болсын, жемқор пәле таусылып тәмам болсын. Ұшқан құс қой үстіне қайта қонып, бос торғай жұмыртқалаған заман болсын ағайын. Шалдар көбейді дін емес жынды дос еткен, араққа бөгіп тұра алмай жатқан төсектен, қарт ойнап жүрген қарттардың қалмай қадірі, дуалы аузы босамай жатыр өсектен. 80-ге жасы 90-ға 100-ге жетсе де, ғұмырын қайтем құлшылығы жоқ бос өткен. Қазіргі әжең 70-ке жеткен жасы бар, қиылған қасы, боялған селдір шашы бар. Майдың орнына маргарин алып дүкеннен, шайдың орнына шарапты ішіп шашылар. Немере емес мысығын басып бауырына, шөбере емес күшігін көтіп асырар. Қазіргі келін әр айтқан сөзін заң қылып, керіліп жатар ұйқысын ұзақ қандырып. Қауқарсыз қалған қарт ата-енесін жақтырмай, айғайыменен ойбайы тұрар жаңғырып. Қара шалдарым қара шаңырағын қалдырып, қарттардың үйін паналап кетті-ау қаңғырып. Қыздарым мынау бояуын жағып бір батпан, сыра сіміріп темекісінен күл қаққан. Тұрмысқа шықпай балалы болып үлгеріп, қыз жібектерім қызығын ерте ұрлатқан. Ләйлімдер ләйліп, еңліктер ашып етегін, томиристерім түнгі клубтарда түн қатқан.